Қайырлы күн, достар. Бүгін томатты соустағы фасольді дайындайтын боламыз. Әуелі бір стакан фасольді бір күн бұрын кешке суға салып қоямыз. Түнімен суда тұрған фасоль шөпиді, әрі артық газ шығып ішті желдендірмейтін болады. Ертеңіне қазанға құйып, фасольді салып 2 сағаттай қайнатамыз. Содан соң табаға май құйып, сақтап тұрған пиязды, сарымсақты салып қуырып аламыз. Үстінен ұсақтап туралған қызанақты немесе томат соусын қосып араластырамыз. Тұз, бұрыш сеуіп қайнатамыз. Одан кейін пісіп дайын болған фасолімізді үстінен салып араластырып, баяу отта 20 минуттай бұқтырамыз. Тағамымызды ыстық күйінде де салқындатып та ұсынуға болады. Міне достар, томатты соустағы фасоліміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.